Плачущий мальчик картинасы. Картинада қарғыс атқан, немесе суретшілердің де қарғыс атқан туындылары өте көп дейді әлемде. Сіз дәл сондай қарғыстарға сенесіз бе? Мысалы, итальяндық суретші Джованни Браголиннің 1950 жылы салынған Плачущий мальчик картинасы сол кезде өте танымал болған. Ол туындыны екінің бірі алғысы келген. Және осы туындыны алған үйдің иелерінде міндетті түрде өрт болған. Тіпті кейде сорақысы ол жай ғана қызып тұрған табаның атылуына болған өрттер болған. Өрт сөндіруші 15 үйдің өртін сөндіруге барған кезде дәл осы сол үйдің барлығында осы картина болған. Және үйдің барлығы күл талқан болып кеткен. Алайда Плачущий мальчик картинасында түк болмаған делінеді. 15 үйдің 15 оқиғасының барлығында мал мен мүлік барлығы жанып кеткен. Тіпті адам қазасы да болған. Алайда картинаға дым болмаған. Сондықтан да 50-60 жылдары барлығының наным сенімі бойынша осы картинада қарғыс бар деген. Тіпті The One басылымы Плачущий мальчик картинасының қарғысына қалғандар деген циклды мақалалар шығарған. Ең қызығы, оны лабораторияда зерттегенде картинадан ешқандай да қарғысы жоқ, бар болғаны ол суға батпайтын, өртке жанбайтын материалдан жасалған делінеді. Алайда 50-60 жылдағы адамдар қарғысқа сенген. Мүмкін солай ма екен?